Алтыншы тарау. Сол бір күн бір түрлі күн болған еді. Бақтығали мен оның достары жолаушы билетімен әр автобусқа бір мініп, қаланың жартысын аралап, автобус аялдамасынан түсіп қалды. Бұл үшеуі реферат жазу үшін қалалық кітапханаға барып келе жатты. Мейіржан таңертеңнен бері жылмыңдап па, иіс таппады. Оған ММСпен бірнеше бой жеткен суретін жіберіпті. Сол бой жеткендердің суретін көрсетіп, ол қайтпай қолқалай берді. Мынаған қара, мынаған қара, мынаған да қара. Жігіттермен танысамын деп тұр ғой, деді. Соларға жолығып кетуді ұсынды. Бақтығали мен Ерхан иығын қиқан-қиқан еткізіп, онша-мұнша келісе қоймады. Мейіржан қолқалап қоймай, екеуі қызық үшін келісті. Оның жақын маңай дегені онша-мұнша шындыққа жанаспайды екен. Күні бойы өліп талып кітап кеміріп, конспект реферат жазғандар қашып кетті. Үш сері үйдің ортасымен жүріп келеді. Бақтығали Мейіржанға ежірен-ежірен етіп қарады. Мейіржан саспайды. Бақтығали Ерханға қарады. Ерхан екі қолын екі жаққа жайып, иығын қиқан-қиқан еткізді. Мейіржан өз-өзіне қатты сенімді секілді. Өзі болып, еркек болып қызға бара жатқаны осы. Өткен жолғы түнгі клубқа барғанды есептемегенде. Сөйтіп қыздарға келді. Олар бұлар замандас қыздар екен. Мейіржан мен қыздар алдын ала сөйлесіп қойғаны белгілі болды. Олар шашын жуып, жайып шығыпты. Бақтығали олардың ылғал шашынан өз-өзінен тоңып кетті. Күздің қара суығында жалаңбас әрі ылғал шашпен сыртқа шыққандарға жүдей қарады. Күні бойы сабақ оқып, дұрыс тамақта жемеген еді. Мына тұрысы ұнамады. Ерхан қыздарға жылмың-жылмың етіп қарап тұр. Мейіржан олармен қылжаң-қылжаң етісіп, олар жыртаң-жыртаң етісті. Әлденені бір лағып, жарты сағаттай тұрысты. Содан соң бұлар күтпеген, бірақ болуы бек мүмкін бір жайт болды. Мына үш бикештің үйіндегі еркек кіндікті бір туғандары іздеп шықты. Қас қараған сәт. Шашы жалбыраған үш пердей болып бикештер қала берді. Қас қағым сәт. Үш сері жоқ, Бақтығали мен оның достары қашып келеді. Олардың соңынан бір топ жігіт қуып келеді. Қашып келе жатқандар жеткізбеуге тырысады. Қуып келе жатқандар жетпей қоймайдымыз. Қаш, қаш, Мейіржан, қаш, Ерхан, деп жүгіріп келеді Бақтығали. Жүгір, Ерхан, жүгір, Мейіржан, тоқта. Өй, тоқтаңдар, иттің күшіктері, деп бажылдады соңындағы қуушылар. Төңірек тас қараңғы. Бұлар қос қаптал болып орналасқан жасанды таулардың ішінен талай-талай жүрген еді. Бақтығали мен достары бұл жердің бүге-шігесіне дейін біледі. Оларды ұйықтап жатқан жерінен түртіп қалсаң да, дәл осы жермен оп-оңай сүрініп жығылмай, жаңылған жүгіріп өтеді. Бұлардың соңынан қуушылар сүрініп қабынып, өкпесі өшіп қалды. Бақтығали мен серіктері біршама ұзап барып, бір қыратқа тығылды. Соңынан қуғандарға жеткізбей кетті. Бұл үшеуі қарама-қарсы көшедегі тұрғын үйде тұратын қыздарға барған жорығы осылай бітті. Қас қарайғанда бейтаныс жігіттермен ыржың-ыржың, жыртаң-жыртаң етіскен бой жеткендердің үйіндегі еркек туыстары іздеп шығып, бекерден-бекер таяқ жеп қала жаздады. Үш достың соңынан тырқыратып қуып, далаға тығылды. Бақтығали мен оның достары ұсталып қалса, көкесін көзіне көрсетіп жіберетін еді. Қашқандардың ізінен қалмай қуып келе жатқандар тас лақтырды. Мына үшеуінің жолы болып, тастың бірде-бірі тимеді. Бақтығали Мейіржанға наразы болып қарап отыр. Сен картоп аршисың. Сенің кесіріңнен таяқ жей жаздадық. Сенің кесіріңнен тоңдым, деп Мейіржанның желкесінен нұқып қалды. Ол жылтың-жылтың етіп басын шұлғып бұғып отыра берді. Бақтығали мен оның достары үйге келді. Үйдің электр жарығы жанып тұр. Үшеуі таңғалып қалды. Сөйтсе, үйдің иесі Тамардың қызы Именкүл деген отыр. Оны бұлар Именкүл апай дейтін. Ол Мейірханның әкесінің танысының нағашысы еді. Сенімді кісі болған соң, оның бір бөлмелі пәтерін жалдап тұрады. Ол ортадан ұзындау бойлы, қара сұр өңді, қарағаша қатып қалған қытымыржан. Именкүл апай жөн-жосықсыз, себепсіз келе береді. Пәтерімді 15 000 теңгеге тым арзанға беріп отырмын деп нараз еді. Оған біреу мәжбүрлеп бергізіп отырғандай. Оның қара сұр беті одан сайын қарайып түтігіп түнеріп кетіпті. Бет жүзі шүршиіп кеткен. Оның қасында бұлармен замандас ұлы бар.
Именкүл апай үрпейіп тұрып қалған бозбалаларға түрсе қоя берді. Пәтерімді не істеп жібергенсіңдер? Ыбырсып жатыр ғой. Мынау не? Мынау не? Мынау не? Не масқара? Не деп жауап бересіңдері? Сендерден сұрап тұрмын. Қайда жүрсіңдер? Сендерді тосып отырғанымызға 2 сағат болды. Деп айғай салды Именкүл, үнсіздік қарашы. Мынаны, тағы мынаны да қарашы. Ыбырсытып жіберіпсіңдер. Ойбай-ай. Неткен масқара. Үйім үй емес, мал қора болып кеткен. Деп бақыра сөйледі Именкүл, тағы да үнсіздік. Ұят қайда. Онсыз да су тегінге жалдап тұрып жатырсыңдар. Менің жиенімнің танысы болған соң, жалдау ақысын төмендетіп беріп отырмын. Деді Именкүл Мейіржанға сазара сөйледі. Ол үндемей құтылмақ болды, мұндай пәтер таппассыңдар. Оң үстіне жиһазымен бердім. Қайран мүлкім. Қайран үйім. Деп зарлай сөйледі Именкүл бажылдап тұр. Оның даусы неткен ашет. Зар-зар, зыр-зыр етет Именкүл әпке. Деп сөйлей бастады Бақтығали. Именкүл бажырайып қарап қалды. Ол ондайды күтпеп еді, сіз жасы үлкен жансыз. Бағанадан бері жасыңыздың үлкен екеніне бола сыйлап, үнсіз тұр едім. Бірақ сөйлемей болмас. Бір жағдайға қарсы уәжім жоқ, пәтер басы бүтін сіздің жеке меншігіңіз. Сіздің бұл пәтерге толық хақыңыз бар. Бірақ сіз бұл пәтерді жалдауға бердіңіз. Пәтеріңіз үшін 15 000 теңге алып отырсыз. Біз аймай төлеп отырмыз. Сондықтан сіз ойыңызға келген кезде келе алмайсыз. Біле білсеңіз, мына ыбырсып жатқан дүниелер біздің заттар. Сіздің жиһаз, мүлік деп отырғаныңыз ас бөлмедегі көне үстел мен 3 орындық қана. Тіпті тоңазытқыш та бермедіңіз. Тоңазытқыш берсем, тағы 5 000 теңге төлейсіңдер дедіңіз. Қақыраған 4 қабырға мен ескі есік терезелі пәтерге 15 000 теңге дегеніңіздің өзі көп, өзі қыруар қаражат. Ұят қайда дейсіз? Ең құрығанда жөндеу жұмысында жасамапсыз. Бұдан бөлек тағы бір бөлмелі үйді пәтерге беретініңізді де білеміз деп сөйледі Бақтығали. Именкүл апайдың үні өшті. Оның ұлы сөйлемек болып еді, білегінен ұстап тоқтатты. Именкүл есікке жақындап, бір айда үйімді босатыңдар деп жыламсырады. Пәтер егесі бозбалаларға жаман көзімен қарады. Ол ұлын ертіп жылдам кетті, әлгіні қатырдың ғой. Деп күлді Мейірхан. Бақтығали мен оның достары ескі 3 орындықты сықырлатып отырып қалды. Бағанағы бойжеткендердің ағаларынан айтып бүйтіп қашып құтылса да, мына заржақ қатынның дүние қоңыздығынан мықтап тұтылды. Именкүлден тек көшіп кетіп құтылмақ. Ниеті жаманнан қашып құтылмақ игі.